барлығымыз жалаңаш. Я болею за Бешикташ. Чё-то менің қарным аш. Эфирде қудыртамыз! Ассалаумағалейкум! Ассалаумағалейкум, біздің қарапайым көрермендер, сіздердің алдарыңызда. Қарапайым ұлдарыңыз, Аза, Рамис, Раван және мен Анарбай Еділ. Біз бастаймыз, кеттік. Қарапайым қайрат телесериалының 3-ші маусымын түсіріп болдық. Сол үшін бұда өзіміз шапалақтап Шапалақтан енді негізгі жаңалықтарға көшейік. Түркістан ресми түрде түркі әлемінің астанасы болып танылды дейді. 2021 жылғы 31 наурызда онлайн форматта түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің бейресми саммитінде осындай шешім қабылданыпты. Жәнегі түркі тілдес бауырларымыз барлығы бірігіп, Түркістанды өзіміздің астанамыз деп сайлапты. Рухани астанамыз деп. Қандай күшті жаңалық, Керемет жаңалық. Үлкен мәртебе біз үшін, иә. Оған не себеп болды екен деп Жұмабек шешіп тастаған ғой. Жұмабектің бір звоногы ма? Молодец, ай, молодец. Казанские исполнители Қайрат Нұртас оштрафовали за посещение тоя в Алматы во время карантина дейді. 30 МРП және 87 мың теңге штраф салып. Видеосын бәрін көрген шығарсың бәрі. Басқа әншілер болмаса басқа адамдар болды ғой. Неге оларды сөйтпеді? Именно Қайрат Нұртасты келді. Ал оны ар бер тарт мыжғылап дейсің ғой. Чөскең үшін напрягаться етіп жатсың ғой, короче. Конкретно. Бірақ бар ғой. Далмесе атын еділ емес пе? Ол мама еркелетіп айтады дейді. Атак мен Қайрат дейді. Атак бар ғой, мысалы, қанша 87 мың штраф салған ба? Атак Қайрат Нұртасқа ол фигня емес қой. Ақша емес қой. Ақша емес қой, ол деген просто жаңағы бір өлеңнің бірақ сөзін айтады ғой. Алматының түндері айт салат болды ғой. Ол үшін ана райдерында білесіңдер ма? Райдерында отдельно анандай айтады, мысалы. Қанша бағасы қанша қазір оның? 5 миллион дейік, енді примерно 5 миллион. 5 миллион? Иә. 5 миллион 5 миллион 87 мың теңге көреді. Штрафымен отдельно көреді. Райдерым, так, менің райдерым мынандай, короче, гонорарым мынандай, там мынандай микрофон бар, мынандай су бар, и тағы да еще штраф. Включенный ма? Включенный. Ұсталып қалған кезде білесіңдер ме қандай өлең айтады? Қандай? Ол мен емес. Ол мен емес, ол мен емес. Мониторинговая группа дейді ғой. Солар негізі қалай пайда болады? Әйел мен күйеуі отырады. Әйел айтады, жаным, мен ана Қайратты шақырғым келеді, Розарымбаеваны шақырғым келеді, ақша жетпейтін шығар еді. Шақыра бер деп күйеуі спокойно отыра береді. Кім керек? Музарт, Сәкен Майғазы бәрін шақыр деп отыра береді. Сосын әншілер келеді, өлең айтып жатады, енді гонорарын төлеу керек қой. Гонорарын төлемес үшін мониторинговая группасы. Мұнда келдер той болып отыр. Сөз давать етіп жүреді. Анандай ғой, анандай. Все, пацаны, ваш выход дейді. Прикинь, мониторинговая группа кәдімгідей бизнес қылған деші. Уже тенденция болып кететін сияқты, уже сондай уже тойға шығып кетеді, короче. Той мониторинговая группасы өтпеу керек деген сияқты. Ойлашы. Прикинь, еще мониторингтің өздерінің арнайы тойға кіретін, шығатын уткалар болады дейсің ба ақырында. Бүйтеді ана мониторинг группаға звондайды, короче, өздерінің бір администраторларымен біреулер болады, короче. Алло, да, тыңдап тұрмын. Я мониторинг группа, той қайдата? 12 январь. Қазір мен календарьға қаралайшы. Календарьға қарайшы, ол күні бос. Еще андай интерес қойды. Қандай той? Шілдехана? Жоқ, біз үлкен анандай заказдар ғана. Прикинь, еще тойда, короче, мониторинговая группаға арнайы стол жасап қоя ма еще? Артистерге стол, мониторинг группаға. Баста құдалар отырады, сосын жас жұбайлар отырады, мына жақта мониторинг стол. Мониторинг группа отырады дейсің. Иә, еще ана кейін сәлем салған кезде арнайы мониторинг группасына бір сәлем. Олар кетті, тамақтың бәрін алып кетеді. Соңында ма? Біткен кезде тамақтың бәрін мониторинг наоборот алып кетеді. Не болды ебаный урод, бля. Не вот, бля. Спизи меня, ке. Пиздец қылады. Үй, бәлі. Екі аяғындасың ба? Ё-майо, кешіріңдер. Раван, шілей андағындай орындаған емес қой? Қонау шілей ма? Андағаны. Өзіңе сайын алып. Детский стул для кормления болады. Сразу лестница алып келесің ба? Қойып құрсын.
Мынау қалай, нормально ма? Рауан деймін да, Рауан деймін да. Мынаның орындығысынса мақыл деймін да. Ананда где-то в параллельной вселенной болды ғой, короче. Походу, мониторинговая группаға попал, походу. Көп күле бермесе ол. Бір емес тойда, бір емес екі стол жасайтын сияқтымын ғой оларға. Сосын одан шығып тағы стол жасайтын сияқтысың. Тойға, короче, камера, ананда фотоаппарат сонда жалдамайды да, сразу. Өздерінің камерасымен келе ма? Мониторинг группаны жалдай салады, олардың өздерінің камерасы. Экономить етеді, короче. Сендерде камера бар ма? Бар, уайымдамаңыз, бізде бәрі бар. Камера, фотоаппарат бәрі бар ғой деп. Гримеркада барлығы, жұлдыздар барлығы бір көже. Так, Қайрат Нұртас сен бірінші шығасың, сосын Айдана Медини сен шығасың, сосын мониторинг группа. Екі тастан кейін ба? Былай, 15 минуттан кейін сіздің выходтарыңыз 2 штрафпен. Депутаты требуют ликвидации мониторинговых групп дейді, короче. Осындай ұсынысты Дания Испаева дейтін депутат ханым жариялаған екен. Соларға против па? Осындай ұсынысты 50 жасы келе жатқан Дания Испаева. Егер мониторинговый группаларды осы Дания Испаеваның сөзінен кейін ликвидировать етіп тастайтын болса, әншілерге құлақтарыңызға алтын сырға бір юбилей болып жатса, барып тегін выступать етіп беріңіздер. Рахметтеріңізді айт. Қазақ ол тоймен өмір сүретін халық қой негізі. Сол себепті қазақта той әрине көп болсын, бірақ заңның шегінде ғана болса, бәрі тамаша болады деген. Алтын Орда базарында 100 теңге үшін төбелес болды дейді. Бұл жаңалықты бәріміз біледі. Бүкіл Қазақстан. Бүкіл Қазақстан біледі, я. Базардың атын ауыстыру керек, білесіңдер ма дейді? Мелочь базар деп. Или 100 теңге деп. Осыдан кейін бір күшті мақал шығады, короче. 100 досың болғанша 100 теңгең болсын деген мысалға да. Негізі бұл жаңағы Алтын Ордада болған төбелес, ол банктың рекламасы дейді ғой. Негізі керемет реклама ғой. Енді бізге енді реклама жасауға болмайды ғой енді. Арал банк деп алайық. Арал банк. Сонда төбелес деген сонда сенде Арал банк карточкасы жоқ болса, таяқ жейсің деген әңгіме ғой. Керемет реклама бұл деген. Молодец, ай молодец. Красную книгу Казахстана включили 3 животных дейді. Қандай? Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщило о пополнении Красной книги страны 3 животными. В нее вошли тигр, переднеазиатский леопард и лошадь Пржевальского. Мен ойымша, осы қызыл кітапқа негізі бұлар жануарлардан басқа енгізетін нәрсе көп негізі Қазақстанда. Мысалға, және осы жаңалықты шығарып отырған геология мен экология министерствосы өздері жайлы ұмытылып баратқаннан кейін қызыл кітапқа кір кетпейді деп осы жаңалықты шығарған. Обновление жасап Біз бармыз. Бізді ұмытпаңдар. Ұмытпаңдар. Біз айлық алып отырып қолына. Мысалға бұл қызыл кітапқа мысалға бізде мысалға зарплатасы аз, мысалы мұғалімдерді кіргізуге болады, мысалға. Одан кейін мысалы гив ойнатпайтын біз сияқты адамдарды мысалға кіргізуге болады, гив ойнатпайтын блогерлар мысалға да. Фонограммасы жанды дауыспен айтатын әншілерді, пенсиясы көп пенсионерлерді, гонорарлары аз актерларды кіргізуге болады. Міндетті түрде. Онсыз қалай болды? И сосын пара алмайтын депутаттарды Ондай жоқ па? Олар басқа кітапта дейсің ғой. Андай 3 әріптердің кітабында дейсің ғой. Анада глянцевый журналдың ежелгі Қазақстан жарнамаларында уже жоқ. Апельсиновое молоко пытается создать фермер в Ақтау дейді. Что, да? Ақтауда сондай ғана жұрғаттар. Апельсиновый молокөге болады. Шығармайсың жоқ. Мысалға, сен апельсин жақсы көресің, апельсин көп жейсің ба? Иә. Мысалға, ақтауский фермер, короче, анау ең басында история бұланды. Ақтауский фермер ешкілеріне, короче, шырша берген екен. Сөйтіп, шыршаның дәмі бар, сүт алған. Енді содан кейін сол опытты пайдаланып, короче, ешкілеріне апельсин берген ғой, короче, апельсин бере берген. Но әлі толық жоқ дейді. Біраз жоқ па? Сүті әріп кете береді. Сүті әлі сарғаймай ма? Апельсиннің дәмі жоқ екен. Енді үйтіп қиналғанша да. Со ана апельсинді алып, сок жасаса Соғын алып шешсе болады ғой. Логиканы айтамын да. Сүт и цитрус. Қалай болады екен ол? Ондай логикамен мысалға деймін да, мысалға ешкілеріне кофені беріп таңертең сол капучино іше берсең шамалы карамельный дейсің ғой.
Шамал клубника беріп жібересің да, пожалуйста, йогурт Йогурт шығарасың. жібересің, мұз бересің де, мороженое жібересің дейсің ғой таңертең бері. Кішкене пиво қосасың да ликер болып шыға келеді. Тұз қосып тандем шығарасың еш жерде. Құрт қосып сонда не шығарасың? Шалап шығар. Аузына берсең жалеп. Короче, бұл ешкімнің аузына не болса соны бере бермеңдер, короче. Аузына тыйым берсеңдер, болды ғой, нормально алып беріп жүре жатыр. берсеңдер. Молодец, ай, молодец. Ұзындығы 7 километр болатын фата таққан қалыңдық рекордтар кітабына енген екен. Кипрдің бір қалыңдығы, сондай фатасының ұзындығы 7 километр. Метр может? 7 километр. 7 метр дейтін обычный. Иә, еріккен ғой, короче. Датава анам фатаны бүйтіп тағып жүрген кезде бүйтіп мына жағы качать етіп бүйтіп қалады. Мойны качок Кейін былай жүреді дейсің. Накачанный. И, короче, анау фата деген 7 километр деген нереально ғой. Маугли ма? Андай фатамен беташар қалай жасайды екен? Онда примерно бізде болса ше, фатаның басы ана парк первого президента да болады. Гулянкада қалып қала ма? Фатаның басы сояқта қалады, короче. Өзімді жақта жүр. Олардың мониторинг группа зато чисто болады. навигатор мен кезет, добег осталось 4 километр. Фатамен қыз келеді да, короче. И фатасын біреу басып қалатын болса, бит қалады да, короче. Қыз артқа қарай қарайды да. Фатам басын, атам басына басасың. Реально, ол қыздың бетін қалай ашады деймін, фатасы енді ұзын ғой. Примерно. Келін ашсын, бетін ашсын, домбыра дейді ғой. Ана жерде келін атын, бетін ашсын, манипулятор дейді. Вира, майна. Бұлай деме басында каскамен бұлай. Майна. Фатасы бар Адамдар ешқашан бата алмайды. Ол фатаны сонда, короче, қалай онда 7 километр оның ақшасына примерно 2 километрін құдалық жасайсың, 2 километріне, короче, ұзату жасайсың, қалған 3 километріне сонда плотно той жасайсың. Фата алмай-ақ. Прикинь, короче, үйленіп отқан жігіттің галстугы да 7 метр болсын. 7 километр болсын. Житель Талғара сдал жену правоохранительным органам, заподозрив в коррупции, дейді, короче. Терпила. Ол негізі біздің сериалдан алған ғой. Сука, бля. Өмірден алынған. Ата қатынына терпеть етпей не западло. Понятие больше деген. Жоқ, негізі ол біткен ғой, короче, үйде анау семейнен андай насилие болмасын деп қатын ұрып қоймас үшін, короче, терпеть ете салған ғой. Ол негізі өте ақылды мұжық болып тұр ғой. Мен лучше әйелімді ұрғанша, ұрысқанша. Неғып коррупциямен айналысасың деп ұрысқанша терпеть ете салайын деп. Барлығы семейный бюджетті бөлісе алмағандықтан болған ғой. Бөліспеген ғой. Бар ғой киноларда. Согласны ли вы деп бракосочетание айтып береді ғой, бір-біріне соған новый пункт қосу керек. Согласны ли вы не терпеть на друг на друга деген сияқты. Пока коррупция не разучит вас. Сондықтан әр отбасы өзінен бастау керек. Сонда бізде коррупция болмайды. Үйден бастау. Негізі әр адам өзінің жұмысын жетік 100%ға беріліп істейтін болса, коррупция болмайды деген сенімім бар. Схуяли. Молодец, ай, молодец. Сельчане пьют воду в кредит в Алматинской области. Не деген масқараны. Дамыған 30 мемлекетке кіріп жатырмыз. Бұндай бола беретін болса, болашақта онда ауанында кредит қаламыз ба сонда? Жаңалық мынандай, короче, Ақжазық дейтін ауылға, короче, су жүргізген. 1 миллиард теңгеге су жүргізген, прикинь. 1 миллиард не деген қыруар ақша ол. И оказывается, оны сол ауылдың тұрғындар өздері қайтарып беру керек екен. Сол үшін кредит қойып қойған сол, короче. Ай сайын көріп бірақ сонда халық төлей ма сонда? Сонда 1 миллиард ақшаны сонда халықтың біле саған ба сонда? Су ішкен үшін, су ішіп жатқандары үшін. А бөлінген ақшаға да кеткен сонда? Водопровод салынған ғой, типа салынған, мен біреудің қалтасына кеткен шығар, білмейміз ғой. Ужас. Строго нетпей ақ қойып. Но бірақ сол ақшаны жителдердің өздері қайтарып беру керек екен кредитпен. Су үшін, сонда қалай сонда кредитті банкке төлей алмай қалсаң, не сонда барып банктың алдына барып сипсайсың ба? Ода сию. Қайтарып берем керек емес. Керек емес сендердің суларың деп. Су алдым,
суға мысалы қанша мысалы ақша алған кезде оның проценті қанша болады мысалы? Үстінен там 10%-те ше сонда мен сонда қалай сонда? бір шелек су банкке бүйту керек, оны бүйтіп төлеу керек қой. Суды алу керек те. Мысалы 3-4 шелек сумен барып банкке апарып қою керек қой. Жоқ, сонда 2 шелек су алсаң 4 шелек су қайтарасың. Либо банкке, короче, суды банкілерге құйып апарып бересің. Шелекпен сумен 3 литр. И айтасың, мына банктың ақшасын беріңдер деп өздерінен ақша алып кетесің ба қайтадан. Иә, ойлашы. Сонда бұл ауылда сонда су жоқ қой енді, су деген совсем қымбат болып тұр ғой, былай ойласа. Ақшадан да құны көбірек болып тұр ғой. Анда суы жоқ тамақтар ішесің ғой, постоянно. Мынандай ғой, короче, ақшаның орнына, получается, оборот долларды су жүр деген сияқты ғой, иә, короче. И анда сонда кредитіңді төлемесең, коллекторлар звондап не дейді сонда? Суды қайтарыңдар. Иә, ана 100 литр судың ақшасын төлемепсіңдер ғой, алдыңғы айтып күн. Жоқ, 100 литр суды қашан қайтарасың? Бұл ауылда, короче, ана кеп тұрасың ғой. Алло, Рауан, нема бір баклажкаға 1 литр су аласашы деген понятие жоқ. Футбол ойнап шықпа, үйіңнен барып су алып шықшы дегенде ешкім алып шықпа деген. Қонақтар келіп қалса барып, енді барып кредитке су алады. Кешіріңіздер ма? Сіз 2 шелек аласыз, ай сайын 14 литр судан қайтарып тұру керексіз. Оны не үшін алып жатсыз деген сұрақ болады ғой. Не үшін алып жатсыз? Үйіме қонақтар келген еді, там таңертең душқа кіреді олар. Сол ауылдың мажорлары водовозбен жүреді Иә. И ана ең красавчик, любой, мен сияқты бір красавчик, бір полторашкамен любой қыз сындырып алады. Бір полторашка су беріп той болып жатыр дейсің ғой, тойда бәрі ана конверттің орнына су алып келеді дейсің ғой. Ана 1,5 литр сулар алып келеді. Байлар анандай петельдровый тастамен келеді. И, короче, анандай той болып отқанда 5 бармақты, короче, қуырып береді дейсің ғой, короче. 5 пакет жарты етіп береміз. Таңертең атқанда қама жарты етіп береді, короче. 5 пакетті қуырып жемеу. Яны қонақтар кеткеннен кейін, короче, ал енді өзіміз отырып чай ішейік дейтін тема жоқ дейсің. Өзіміз отырып чай жейік дейді, короче. Білесің ба қандай тема жоқ, қандай понятие жоқ. Жумайсың ба деген понятие жоқ. Оларда жумайсың ба орында сүртпейсің ба? Сүртпейсің ба? Олай болса, құрметті біздің көрермендер, кезек қонақта. Біздің досымыз, біздің бауырымыз, Қазақстандағы Пловтың беті. Жай беті емес, ресми беті. Ресми беті. Біздің бауырымыз Қарапайым қайрат телесериалының беделді актері Мамраимов Мақсат! Тұр. Сен астыңа іштекен қоймай-ақ қой, өзің көтеріліп отырасың. Молодец, ай молодец. Хитрожопылы сұрақ ше? Сені Қарапайым қайраттан көп тани ма халық, или Қылышбек деп көп тани ма? Төле биден жоғары Абаяға дейін Қылышбек, Абаядан жоғары Аль-Фарабиға дейін Побег из аула наша казаша, Төле биден төмен Жүкең бар, Қарапайым қайрат бәрі, короче. Макс деп чисто үйде таниды ғой мен. Жалпы Қарапайым қайрат сериалына қатысты өміріңде қандай қызықты оқиғалар болды? Бір оқиға болды. Короче, кешке кетіп баратырмын. И артынан бір где-то жасы бір... Қайда, осы қалада ма? Қалада, иә, қалада. Жасы бір где-то 11-ге келіп қойған бір бала жүгіріп келе жатыр да, артынан байқап қалдым да. Сөйтіп, уже жақындап қалды да, и маған айтады, Жүнгөт ағай, сізбен суретке түсем Жүнгөт ағай, сізбен суретке түсем бола ма? Мен, блядь, өйтіп айтпа. Жақсы ағай, давайте сіз суретке түсем. Жақсы Жүке дей ма? Жақсы Жүке деп қалды. Тәрбиесі бар екен де, ағай. Жүнгөт ағай. 50-50 ба? Блядь, сол Жүнгөт, сол фраза бар ғой. Бірінші серия, қанша 10-шы серияда, мен 10-шы серияда келдім ғой. Иә. Бірақ сахна болды ғой, сол Жүнгөт деген қанша 5-6 рет айтылып бір сахнада, и все, и сөйтіп, короче. Просто анада что естественно, то не безобразно. Қалай? Осындай сөз білем еще орысшама. Молодец. Мысалы, қаншама
вайнерлер бар, мысалы қазір бизнес ашып жатыр да, мысалы біреулер колбаса шығарып жатыр да, неше түрлі нәрсе ашып жатыр. Сен сосиска ашсай. Иә, біреулер сосиска. Сарделька. Детский сосиска. Жоқ, ондай емес шығар әзір. Не, бұның сосискалары, знаешь, как будет называться? Родриго. Родриго сосискалар. Ешкім ақ жемейді. Жоқ, сосискалары Родриго болады, сарделькалары Рауаньо болады. Бірақ жүкенің колбаса жасап, жүкенің колбасасын жемейтін ем мен. А че неге? Хули жүн болады ғой. Жалпы негізі сен қазір плов дайындайсың ғой. Иә. Былай сені шақырама адамдар өздеріне там әке келіп біздің үйге плов жасап кетіңіз. Жалпы сондай болған жағдайда мысалы ақшаға шығып көрген күнің болды ма, және де ставкың қандай? Пока бесплатно, дей ма? Неға мынандай сұрақ болады. Чисто плов үшін араласатындар бар ма сен? Бар, я. Бар, я. Я знаю, ты со мной за плов. Сонда Макс плов жасамаса ешкім араласпаймыз. Ема. На заказ шығып, мысалға той томалақтарға, отырыстарға, плов жасайтын болсаң, сен райдерің болады ма? Райдеріңда не болу мүмкін мысалы? Зира. Райдерда. Сары сәбіз обязательно. Райдерда. Сырдарияның суына бапталып өсірілген күріш дейді. Оңтүстік жағынан ба жиналған? Самарқанд темірінен жасалған қазан ошақ. Бүйтіп былқ-былқ кетіп майысып өскен қойдың еті деген. Ерке қойдың еті. Жүрмеген. Гламурна мәңірейтін бай. Ешқандай қошқарлармен жүрмеген. Тумаған. Еріндері шөптен басқа ешқай жерге тимеген. Еріндері шөптен басқа ештеңеге тимеген. Ерке қойдың етінен жасалған. Палау дейін тұрсын. Әдемі. Негізінде жігіттер мысалы бәріміз түстік қой енді 3-ші сезонға бір енді. Бір есте қалған бір момент бар ма мысалы? Менде мысалы естеріне ме 4-еуміз ана. Иә, сол сахна. Бір сахна бар. Құрметті достар, біз оны, короче, 12 ма 13 дубль. 12 дубльдан түсірдік. 12 дубльдан түсірдік. Қарайсың да, ойнап атасың да, болды, күлмеймін дейсің да, болды дейсің да, қарап қылсың, ана көреді нормально да, и мына жерлері ғана дір. Басталып көте ма? Енді тағы бір режиссер бізге анандай нәрсе қойды. Кім сол сахнада тағы да бір рет күліп қояды, соған бір жәшік, сол адам бір жәшік виски қою керек деді. Біз тұрдық да, давай деп, екеуміз ғана давай дедік қой, ақылы байқысы екеуміз айтты. Еще екі адам болды ғой сізбен бірге. Біз айтқан жоқ, біз екеуді қолдаған. Артынан мен намаз оқиын деп, па? қою керек. Мә түкірш. Мә, түсіндің бе? Жоқ, үйтіп айтқанның өзінде де, үйтіп айтқанның өзінде де біз күлген жоқпыз ғой дұрыс. Негізі алкоголь ол денсіз қалыпқа өте зиян, сол себепті алкоголь ішпеңіздер. Менің оның орнына Құдай қаласа Қымыз құрт қойып берем. Солай ма, режиссер мырза? Қымыз таңдаймыз. Картошка десең ғой. Ар жақтан дейді. О жақтан Ар жақтан дейді, бабылай. мен көріп тұрмын. Короче, такая сұрат басынан. Дәл осылай тұрамыз да біз. Мына жерде Рауан, Рамис, то есть кім? Сопақ. Қайра, Сопақ и Жеңіс дейді. И біз, короче, тұрамыз. Да, и мен тұрамын. И мына жерде, короче, мы, короче, ұрысып атқан кезде артынан ұру керек та. И, короче, я смотрю на Қайратқа қарап тұрмын да, и он начинает ржать, и я понимаю, что он замахивается, короче. Замах кетейін деп жатыр да. И мен бүйтіп уже дайындалып тұрмын да ударға, и он начинает ржать. Этот бьет, я поворачиваюсь на него, этот ржет. Нет, я на него смотрю, потому что он ржет, потом ты ржешь. Еще она смачно тебе давно бастан же. И мы говорим, все, типа, блядь, давай еще раз. Все, теперь келесі дубль, он сдерживается, и я начинаю ржать. Потом мы вдвоем сдерживаемся, я на него смотрю, он начинает ржать. И, короче, сөйтіп. 12 дубль жасап. Негізінде менің ойымша, бұл, короче, 3-ші сезондағы ең күлкілі сахна. Өте ең қатты күлкілі сахна деп ойлаймыз. Негізі күлкілі сахналар көп, бірақ солардың ішіндегі даже біз күлген сахна деп айтайық. Маринамен түсіп отқан кезде, опасный момент болды. Сәулемен ба? Сәуле, Марина енді бұл сериалда Сәуле ғой. Астында қол жаздым ғой.
Наоборот, ең приятный момент қой. Это кому как. Мен былай құлап қалдым да, анау маған құлайын деп отыр. Бүкіл өмірім бүйтіп көз алдымда өте шықты. Анжы құтқарып қалды, елдермен ұстап. Ана үстіме қалған кезде, все. Молодец, ай, молодец. Оказывается, бізде тәуелсіздік алғаннан бері наурыз болған сайын енді наурызда туылған балдарды наурызбек деп енді наурыз құрметі, наурыз мейрамының құрметіне ат берген екен. Наурызгүл, Иә, мен де оқығанмын оны. Сонда наурыз деген аттар тәуелсіздік алғаннан бері көбейді дейсіз. Иә, көбейді, иә. Именно вот сол наурызда туылған балдардың мыңдаған, оказывается, мыңдап бәрін атын қойып жатыр екен. Қандай мереке, сондай мерекеге орай атын қояды. Мысалға, Еділде мен де февральда тудық мысалы. Екеуміз де бір айда тудық мысалы. Ақпан айы. Мен мысалы сонда ақпан боламын. Мен тоқпан боламын. Ақпан мен тоқпан. Тоқ жүремін да. Сен Рауан, сен. Мен мысалға жаз айында, жаздың бірінші күні мысалы. Бірінші күн балалар қорғау күнінде туылған мысалға. Зайбал, серьезно сұрап отырып қойды. Ой, Зайбал, серьезно айтам, бірінші күнде туылғам. Я, бля, не угорайте. Онда сенің атың сонда, сенің атың қандай болады сонда? Сәбит деп қою керек еді. Сонда сен екісі туылсаң, уже бойы ұзын, нормаль пацан болшы. Сәби Балабек деп қойса болады. Или Микки Маусым. Балабек. Микки Маусым. Сен туған күн қашан мысалы? Қазан айы ғой. Вот, Сразу плов бер. Қазан қоясың, плов істей бересің дейсің. Қазан айы. Мен желтоқсан айы. Сенің онда атыңда тәуелсіздік деп қойды. Тәуекел. Тәуекел. Тәуелсіздік. Ал мысалға 9 майда мысалы, 9 майда туылғандар мысалы, жеңіс деп қояды көбіне. Сенде кинода да жеңіс қой. Победа. Онда прикинь, Германияда 9 майда туылғандар жеңіс деп қояды. Жеңіліс ба? Онымен ешкім спорт еткен ба? Прикинь, ол адам туылғаннан бастап уже порожниковый, настроение жоқ, өмірден түңіліп кеткен адам сондай. Ол еще ешқандай командаларға, футбольный командаларға вообще болеть етпейді ғой. Жа, ол деген сборный Қазақстанға болеть етеді. Тек қана сборный Қазақстанға ғана болеть етеді. Нет, иногда Россияға болеть етіп қойып. Чемпионат мирада ма? Гол жібергенде қуанамын. Иә, гол жіберсе қуанып. Қазақстанға біреу гол салса қуанады. Бірақ Қазақстанға болеть етеді. Анда атың кім десе, жеңіліс, бірақ еркелетіп проеб деп айтылайды. Проеб па аты. Кішкентай кезінде порожняк деп отырған. Проеб. Кішкентай кезінде вообще ойын ойнамаған, короче. Вообще ойын ойнамаған. Туылғаннан баланың өмірін бытшын шығарып жүрген. Олай болса, құрметті біздің көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Сау, саламатта болыңыздар. Давайте. Шай құйыңдар, Было ма? Было. Есть у тебя чай, да? I wanna be together.